Талапкерге арналған өңірдегі колледждерге мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға түсу конкурсына қатысу нұсқаулығы. Талапкер мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға түсу конкурсына қатысу өтінішін беру үшін жүйеде тіркелуі қажет. Өтініш беру алдында талапкерге idunavigatoр.kz сайтында кәсіби диагностикадан өту ұсынылады. Кәсіби диагностикадан өткен соң талапкер жүйеде тіркеледі. Талапкер жылдызшамен белгіленген барлық міндетті өрістерді толтыруы тиіс, фотоны жүктеуі тиіс. Егер талапкер 18-ге толмаса, онда ата-ана бойынша деректерді толтыруы қажет. Jamendo.com. Орташа аттестат ұпайын өздігінен енгізуге, не болмаса есептеуге болады. Ол үшін аттестат бойынша 5, 4, 3 баға санын енгізіп, есептеу батырмасын, сосын сақтау батырмасын басу қажет. Аттестат пен қосымшаның скан көшірмелерін қосу қажет. Талапкер өңірдегі мамандыққа бөлінген гранттар, таңдалған мамандық пен таңдалған білім беру мекемесі бойынша қабылданған өтініштер саны және қабылданған өтініштердің орташа конкурстық ұпайы туралы ақпаратты көреді. Талапкер қалауынша, егер алғашында құжат тапсырған білім беру мекемесіндегі грант үшін қажетті өту ұпайын жинай алмаған жағдайда, грантқа үміттене алатын баламалы білім беру мекемелері мен мамандықтарды қосымша белгілей алады. Егер квота бар болса, онда міндетті түрде құжаттың скан көшірмесін жүктеу қажет. Өтініш беру үшін өтініш берушінің немесе ата-анасының электронды цифрлық қолтаңбасымен қол қою қажет. Жеке кабинетке кіру үшін талапкер логин және құпия сөзді пайдаланып, жүйеде авторизациялануы тиіс. Жеке кабинетте өтінімді жіберуден бас тартуға болады. Алматы облысы бойынша өтінімдер жетісу.pem.kz порталы арқылы қабылданады.